Өзге де жаңалықтар. Қытай мен Ресейден келген гуманитарлық көмек бүкіл Қазақстан бойынша таратылады. Онда медициналық бетперделерден, қорғаныс киімдері мен дәрі-дәрмектер жиынтығынан тұрады. Мұның бәрі елдің әр аймағына бөлінеді. Аталмыш көмек бүгін Қарағанды облысына да келді. Ресей мен Қытайдан қайырымдылық көмек алдымен елордаға келді. Қазақстандағы гуманитарлық көмектің жалғыз операторы СК Фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ол жүкті қабылдап алды. Енді мұның бәрі барлық аймақтарға біркелкі таратылды. Аймақтарға 2,6 мың дана қорғаныс киімдері мен 22 мыңға жуық 3 қабатты медициналық бетперделер және 230 пакет коронавирус таблеткаларымен қамтамасыз етілді. Алып келген гуманитарлық көмекте арасында қорғаныс костюмдары, медициналық маскалар, сондай-ақ инфра қызыл термометрлер бар. Бұлардың барлығы Қарағанды облысының медицина ұйымдарында, яғни ауруханаларға жеткізілетін болады. Олардың осы ауруханаларға жеткізілуін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі және де еріктілер бақылайтын болады. Медициналық құралдарды таратуға қоғамдық бақылау тобы қатысты. Үйлестірушілер үдерісті қадағалап, тауарды шынымен мұқтаж адамдарға жібереді. Бұл көршілеріміз көрсеткен алғашқы көмек емес. Сонымен қатар жақын уақытта тағы бірнеше рейс гуманитарлық көмек келеді деп жоспарланған. Айта кетейік, Қазақстанның сыртқы істер министрлігі коронавирустық пандемиямен күрестегі қолдау үшін Ресей мен Қытай үкіметі мен халқына алғыс айтады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.